Алайда шах жақсы көрген баланы бұл неге жақсы көрмейді? Әсенай да шах та бәрі бала үшін шырылдайды. Елден ерекше бұған не көрінген? Әйелден көңілі қалса да балаға өкпелемеуі керек еді ғой. Бірінші әйел Үбітай жазда жол-жөнекей жолыққан. Обалы не? Ол бұған ащы сөз айтып, көңіл жыртар қылық көрсеткен емес. Өңің жақсы екен, күтімің түзелген-ау, деді жұмбақтап. Ұлың жолықты ма? Жоқ. Келін жүкті. Босанса әкеме айтайын ба, жоқ па деп менен сұрады. Өзің біл, әкең екеуіңнің араңа түспеймін. Ол менен тек жек көргеннен емес, қызғанып жақсы көргеннен ажырасып кеткен дегем. Балаға не болса соны айтып керегі не? Деп бұл оның сөзін жүре тыңдаған. Енді ойлап қараса, Үбітайдың да бір тіршілігі бала үшін. Бала дегенде пейіл бермей келе жатқан тек бұл ғана. Ұлы 3-тен асқан кез. Үйге ала кетейін деп, жұмыстан кейін жолай Үбітайдың кабинетіне асығыс кіріп барған. Ұзын бойлы мұртты жігіт еңкейіп, Үбітайдың ернінен сүйіп жатыр екен. Өне бойы мұздап қоя берді. Есін жиған бойда есікті тас жауып шығып кетті. Бірдемелерді айтып, артынан жүгіріп келген Үбітайды итеріп тастап жүре берді. Содан қайрылмады. Өз көзімен көрген нәрсеге еш түсінік сұрамады. Қатты қорланды. Ұрық өтетін тамыршағы кеңейіп, соны емдеу кезінде Үбітай екеуінің төсек арасы біраз сиреңкіреп жүргенді. Соған шыдай алмай бөтен еркек іздеді деген ыза буындырып жібере жаздады. Сол күні-ақ Сәуле дейтін қыздың пәтеріне барып кірді. Көптен қылымдап, өзі ыңғай танытып жүретін бір қыз туған соң, одан зорға қашып құтылды. Күйеуі өлген тағы бір әйелмен 2 жыл отасып, оған да бір қызын тастап шықты. Еркек өз әйелін бір осалдығын кешіре алмай жүріп, өзгенің 10 жыл отасқан әйеліне өліп-өшіп ғашық бола береді екен-ау. Қанша қарғанып ақталса да, Үбітайды әйтеуір кешіре алмады. Рахмет айтып тұрып, ана жігіттің аңдаусызда сүйіп алғанын раста шығар, кім біледі. Үбітай шын бұзылса, осыған дейін не соған басқаға, не басқа жігітке тиіп алмайды. Әлде Әсеней ұсап, ол да балам безіп кетер ме деп баласынан қорқып жүрме. Егер мен балам үшін Үбітайға қайта барсам, онымды Әсеней түсінер ме еді? Оқыс ойдан Нұртаң орнынан түрегеп кете жаздады. Қозғалақтап барып қайта ойға шомды. Делиден шыққан алып ұшақ 23 желтоқсанның түс әлетінде Алматының әуежайына келіп қонды. Ешкім күтіп алмайтынын білгендіктен, тоқ сөмкесін қолына алып, Нұртаң тіке таксиге қарай тартты. Кенет әлдекім атын атағандай болды. Таныс дауыс секілді, Әсенай ма екен деп, елеңдеп, айнала жалтақтап, Әсенайды еш жерден көре алмады. Сөйткенше болмай, қарсы келе жатқан біреумен соқтығысып қалды. Кімді іздеп жалтақтап келесің, деді әлгі таныс дауыс. Сен неғып жүрсің? Ұлың ырым ғып, алдыңнан немереңді алып шықты. Қырқынан шықпаған баланы оларың не? Ұлың өзің сияқты ешкімнің айтқанына көнбейді. Құндақтаулы бала көтеріп алдынан ұлы шықты. Әріректе мәшиненің есігін ашып, келіні де осылай беттеді. Ұлының қолынан немересін алып, құндағын ашып құмарта иіскеді. Сүт аңқыған жас өмір күтпеген мейірін оятты. Ұлын да келін де маңдайынан сүйіп, мәшинеге қарай бұрыла бергенде, Үбітай екеуінің көздері қысқа түйісіп қалды. Отыр, деді Үбітай алдыңғы есікті нұсқап. Атын кім қойдыңдар, деді Нұртаң мәшине орнына жылжи бергенде. Таңтай, деді баласы. Таңтай? Нұртаң түсіне алмай, көзін жыпылықтатты. Ешқашан естімеген атым. Кім қойды? Өзім. Қандай мағынамен қойдың? Таң дегенді атасының атынан алып, оған тәй дегенді әжесінің атынан қостым.
Қазақ таңтай деп айта алмайды. Сондықтан таңтай болды да шықты. Бәрі үнсіз қалды. Алдыға қарап Алатаудың ұшын көрмек болған Нұртаңның жанары буланып бұлдырап, қаланың қасындағы қар басқан үймен басқаны көре алмады. Мәшиненің қайда барарын, қайсы үйге бұрыларын бәрін Үбетай билеп келді. Ал Нұртанның ойы билеп келе жатқан тек Әсенай. Басымды кеудесіне қойып, жас балаша үрпегінен искеп, бір секунд балқып кетсем-ау деген сағыныш қасындағы бала-шағасынан алыстатып, адам түсіне алмайтындай арман дүниеге ақырын-ақырын жетектеп барады. Менің каналыма тіркеліп қолдау көрсетіп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.